Дана ауылдың ең көрікті, ең сүйкімді бойжеткендерінің бірі еді. 20 жасқа толған шағы, алда үлкен үміттер күтіп тұрған шақ, кішкентайынан зерек болып өскен қыз мектепті үздік бітіріп, қаладағы медицина университетіне түсті. Арманы білікті дәрігер атанып халыққа қызмет ету. Қыздың анасы Гүлзада болса, тағдырдың тауқыметін ерте тартқан жан. Күйеуі кенеттен қайтыс болып, жалғыз қызы Дана үшін бар ғұмырын сарп етті. Екеуі талай рет аштық пен жоқшылықтың шегіне жеткен, бірақ анасынан көрген мейірім мен тәрбиенің арқасында Дана мықты болып өсті. Дана қалада оқып жүргенімен ауылға жиі келіп тұрды. Әр келген сайын ол ауылдың қуанышы, достарының ортасы болатын. Жастығы жалындап тұрған шақта оның өмірі тек қана алда жарқырап тұр деп ойлайтын. Бірақ бір күнде бәрі өзгерді. Ауылдағы үлкен тойда Дана ақ көйлек пен қызыл белбеу тағып, достарымен билеп жүргенде, оны алыстан қадала бақылап отырған біреу бар еді. Ол Арман. 50-ден асқан, ауылдағы ең беделді, ең дәулетті адамдардың бірі. Шаруашылық басқарып, малын мыңдап айдаған, қол астында талай адам жұмыс істейтін кісі. Бірақ оның жан дүниесі бос еді. Жас кезінде шаңырағы шайқалып, отбасынан ажырап қалған. Сол күннен бері жалғыздықпен өмір сүріп келе жатты. Арман той үстінде Дананың сыңғырлаған күлкісін естіп, жүрегінде әлдеқашан ұмытылған бір сезімнің оянғанын байқады. Қыздың әрбір қимылы, қарапайым әңгімесі оған өзгеше әсер етті. Тойдан кейін ол іштей бір шешімге келді. Мен бұл қызды әйелім етемін. Көп замай Арман Дананың анасы Гүлзадаға сөз салды. Гүлзада, сенің қызың пәк, көрікті, ақылды. Мен оны өзіме жар еткім келеді. Қорықпа, ештеңеден таршылық көрсетпеймін. Оқуы да, болашағы да толық қамтамасыз етіледі. Гүлзада алғашында аң-таң болды. Арман, ойлап сөйлеп тұрсың ба? Қызым әлі 20-ға енді келді ғой. Ал сен? Деп тоқтап қалды. Мен сенің ойыңды білемін, деді Арман сабырлы үнмен. Жас айырмашылығы көп екенін түсінемін. Бірақ мен оған мейірімімді, қамқорлығымды бергім келеді. Қыздың тағдырына жауапты боламын. Гүлзада жан-жақтан қысым көріп жүрген әйел еді. Қаржы жетпей, Дананың оқуына ақша таба алмай қиналатын. Сондықтан Арманның сөзі оның жүрегін қақ бөлді. Мүмкін бұл қызымның болашағы үшін ең дұрыс шешім шығар деп ойлады ол. Алайда бұл әңгімені естігенде Дана төбесінен мұздай су құйып жібергендей күйге түсті. Анашым, бұл не дегеніңіз? Ол кісі менен 30 жас үлкен ғой. Мен оны күйеу ретінде қалай елестетемін? Менің өмірім енді басталып жатқан жоқ па, деп жылап жіберді. Анасы үнсіз ғана жылап отырды. Ол қызын түсінсе де, Арманның сөзіне қарсы келер шамасы жоқ еді. Өйткені ауылдағы билік пен бедел Арманның қолында болатын. Дананың жан дүниесін қинаған осы бір шешім оның өмірін мүлдем басқа арнаға бұрып жіберді. Дана күндер өткен сайын өзіне салынған қысымды сезіне бастады. Университетке барса, құрбылары еркін, көңілді, Арман қуып жүрген. Ал өзі болса, ауылдағы ауыр шешімнің тұзағында тұрғандай күй кешті. Жатақханада бірге тұратын құрбысы асыл сырын білгенде таңғалды. Не? Ол кісі сенің әкеңнің жасында ғой. Қалайша сенің анаң соған келісім берді, деп даусын көтерді. Дана көзіне жас алып, асыл, сен анамды кінәлама. Ол мен үшін жанын беруге дайын. Бірақ біз жоқшылықтан шаршадық. Арман бәрін шешіп беремін деп уәде етіпті. Анама бұл үлкен мүмкіндік болып көрінді. Асыл досының қолын қысып, ал сен ше? Сенің жүрегің ше, Дана? Сенің армандарың қайда қалады, деді. Бұл сұрақ Данаға тікелей жүрегінен қадалғандай болды.
Шынында ол қалай өмір сүрмек, қалайша сүймеген жасы 3 есе үлкен адаммен бір шаңырақ астында ғұмыр кешпек. Оның үстіне жүрегінде жасырын бір сезім бар еді. Университетте бірге оқитын Данияр есімді жігітпен достасқан. Жүректері үндесіп, екеуі бір-біріне жақындай бастаған. Бірақ арман туралы әңгіме шыққаннан бері Дана Даниярдан қашықтап, үнсіздікті таңдады. Бірде Данияр оның қашқақтағанын байқап тоқтатты. Дана, не болып жүр? Сен өзгеріп кеттің. Көзіңнен қайғыны көріп жүрмін. Маған сенуге болмай ма, деді. Дана жүрегі езіліп тұрса да, өтірік күлімсіреп, жай сабақтар көп уақытым болмай жүр деп жалтаруға тырысты. Осы сәтте оның жан дүниесінде үлкен дауыл тұрды. Бір жағында жастық махаббаты, еркіндігі, үміті. Екінші жағында анасының амандығы, арманның билігі, қоғамның қысымы. Дана күн сайын таңертең оянып, өз-өзіне сұрақ қоятын: менің тағдырымды өзім шеше аламын ба, әлде бәрін тағдырдың қолына тапсыруға мәжбүрмін бе? Ол өмірінің ең ауыр таңдауына тап болғанын анық түсінді. Дана анасының қасында ауылға келген сайын, айналадағы адамдардың көзқарасын сезіп тұратын. Бірі жасырын күліп, бірі құтты болсын айтып, болашақ қадамды қабылдағандай кейіп танытты. Бірақ ол үшін бұл құтты қадам емес, керісінше тағдырдың ауыр соққысы еді. Әрбір сыбыр, әрбір қарас оның жанын жаралайтын. Көрші қыздардың бірі тіпті әдейілеп: Дана, сенің күйеуің өзіміздің ағамыздай ғой. Қызық болады екен деп күліп өтті. Бұл сөз жүрегіне қадалған найзадай болды. Сол күндері Арман Данамен алғаш рет жеке сөйлескісі келді. Оны ауылдың шетіндегі үлкен үйіне шақырып алды. Дана барғысы келмесе де, анасының "қызым, қарсы болмайық, бәрі жақсы болады" деген сөзіне еріксіз көнді. Арман оны жылы жүзбен қарсы алды. Үлкен залда екеуі оңаша отырды. Дана, деді ол сабырлы үнмен, мен сенің қиналып жүргеніңді білемін. Сен үшін бұл оңай емесін түсінемін. Бірақ сенің анаң үшін, сенің болашағың үшін бұл ең дұрыс қадам. Дана жанарынан жас шығып кетті. Сіз мені түсінбейсіз. Мен сізге әйел болғым келмей. Сізден 30 жас кішімін. Сіз менің әкемнің жасындасыз ғой. Арман терең күрсінді. Жас тек сан ғана, қызым. Менің жүрегімде саған деген шынайы сезім бар. Сенің өміріңді гүлдендіргім келеді. Басқа ештеңе ойламаймын. Ал менің сезімім қайда қалады, деп шырылдады Дана. Сіз менің жүрегімді, арманымды ойладыңыз ба? Арман үнсіз отырып қалды. Бірақ біраздан соң уақыт өте келе түсінесің, махаббат кейінде туады. Ең бастысы, сен қорғансыз болмайсың, деді. Осы сәтте Дананың ішкі дүниесінде екі дауыс арпалысты. Бірі, бұл сенің анаң үшін ең дұрыс шешім. Өміріңді жеңілдетеді десе, екіншісі, жоқ, бұл сенің еркіндігіңді тартып алу, өміріңді құрбан ету деп айқайлады. Ал қалаға қайтқан соң, Данияр тағы да алдына шықты. Ол Дананың өзгергенін анық сезді. Дана, сенен бірдеңе жасырып жүргеніңді білемін. Сен маған неге ашылып айтпайсың? Деді ол. Дана жүрегі атқақтап тұрды. Айтсам ба, айтпасам ба? Деп қиналды. Даниярдың жанарында қамқорлық пен алаңдаушылықты көрген сайын көзіне жас келді. Бірақ сөз айтуға батылы бармады. Бәрі жақсы, Данияр. Тек мен қазір бос емеспін, деді ол жалған күлімсіреп. Данияр оның қолынан ұстап, сен мені алдап жүрген жоқсың ба, деп сыбырлады. Дана қолын босатып алды да, көз жасын жасырып теріс бұрылды. Іштей, егер ол шындықты білсе, бәрі қиындай түседі. Мүмкін менің үнсіздігім оны сақтап қалар, деп ойлады. Осылайша ол жүрегін екіге бөлген ауыр құпиясын сақтап қалды. Ал Арман болса, ауылда тойға дайындық жасай бастады. Жұртқа жария етпесе де,
жақындарына жақында үйленемін деп мақтанышпен айтқан еді. Дананың тағдыры күннен күнге шешімге жақындап бара жатты. Бірақ оның жүрегіндегі дауыл басылар емес. Ауыл ішінде сыбыр-күбір көбейіп, арман жас келін әкелгелі жатыр деген сөздер күн сайын естіліп тұрды. Дана үшін бұл сөздер найзадай қадалып, жүрегін жаралайтын. Бірақ анасының жүзіне қараған сайын үнсіздікке бой алдырды. Гүлзада күн сайын қызының жүзіне алаңдай қарап, іштей арпалысты. Қызым жас қой. Арман бай беделді, бірақ жүрегінің қалауы басқа шығар. Бірақ егер ол барса, Дананың өмірі қиындықтан құтылар еді, деп ойлады. Ал Арман болса, дайындықты бастады. Үйін жөндетіп, жас келінге арнап жаңа бөлме жасатты. Қымбат жиһаздар, апақ төсек, әсем перделер бәрі Дананың көңілін табу үшін жасалған еді. Көп ұзамай той күні де тағайындалды. Ауыл ақсақалдары құтты болсын айтып, жастар жағы қызықтаумен әлек болды. Дана үшін бұл күн жүрекке салынған ауыр жүк сияқты еді. Бірақ ол қашып кетуге батпады. Өйткені анасының көз жасы, ауылдың өсегі, Арманның беделі оны тоқтатты. Той үстінде Дана аппақ көйлек киіп, жанары жасқа толып отырды. Арман болса, қалыңдыққа мейірлене қарап, өзін ең бақытты жан сезінді. Оның көздерінде бұрын-соңды байқалмаған жылылық бар еді. Тойдан кейін екеуін ауылдың салты бойынша үлкен үйге кіргізді. Дана жүрегі дүрсілдеп, қорқыныш пен белгісіздікке толы еді. Дана бөлмеге кіргенде шамдар жұмсақ жарық шашып тұрды. Аппақ төсекке жайылған жібек көрпелер, гүлдердің нәзік иісі бәрі ерекше әсемдікке толы еді. Ол терезе алдында үнсіз тұрды. Арман бөлмеге кіріп, біраз уақыт үнсіз қарап тұрып, сабырлы үнмен сөйледі. Дана, қорықпа, бұл түн сен үшін ауыр болмасын. Мен саған әкеңдей қамқор боламын, бірақ ерің ретінде де адал болуға ант етемін. Дананың жүрегі дүрсілдеп тұрса да, Арманның жұмсақ даусы жүрегін тыныштандырғандай болды. Ол бұған дейін Арманды қатаң адам ретінде елестеткені. Бірақ дәл қазір ол мүлде басқа қырынан көрінді, сабырлы, мейірімді, түсінікті. Арман оған жақындап, иығына қолын қойды. Сенің жастығың, армандарың бар екенін білемін. Мен оларды тартып алмаймын. Сен тек менің қасымнан табылсаң болды, деді. Осы сөздер Дананың жүрегін елжіретті. Ол Арманның көзінен шынайылықты көрді. Өмір бойы жалғыздық кешкен, жүрегі жылулыққа зәру адамның жан сырын сезінді. Түн ұзақ әңгімемен басталды. Арман жас күндегі өмірін, көрген қиындықтарын, жалғыздықтың қандай ауыр екенін айтты. Дана үнсіз тыңдап отырды. Әрбір сөзден оның жүрегіне жылылық орнады. Сол түні Дана алғаш рет Арманға басқа қырынан қарады. Оның жасы үлкен болса да, жүрегіндегі сезімнің тазалығы, мейірімінің шынайылығы Дананың бойындағы қорқынышты жеңіп шықты. Арман оған жұмсақ қарап, Дана, сен менің тағдырымсың. Қаласаң, мені қазірден қабылда, қаламасаң, мен күтемін, деді. Дана оның қолын ұстады. Жүрегінде күтпеген бір сезім оянды. Мүмкін, бұл аяушылық шығар. Мүмкін, жаңа басталған нәзік сүйіспеншілік. Бірақ ол өзінің Арманға бұрынғыдай жатсынбай, жақындай түскенін анық сезді. Алғашқы неке түні Дананың жүрегі толықтай Арманға ашыла қоймаса да, ол оның жан жылулығын қабылдады. Ертеңіне таңертең оянғанда өзінің Арманға деген көзқарасы өзгергенін байқады. Мүмкін шын бақыт осылай басталатын шығар деп ойлады іштей. Неке қидырғаннан кейінгі алғашқы күндер Дананың жүрегіне ерекше әсер етті. Ол өзін әлі де жас қыз ретінде сезінсе де, енді үлкен үйдің иесі, Арманның жары болып шықты. Ауыл адамдарының көзқарасы әр түрлі еді. Біреулер Дана бағы бар қыз екен, өмірі тоқшылықта өтеді десе,
енді біреулер жас қыз байлық үшін үлкен кісіге тиді ғой деп сөз қылды. Бұл сөздер құлағына жеткен сайын жүрегі сыздаса да, Арманның жанында болғанда ол сөздердің бәрін ұмытқандай күй кешетін. Арман оған қамқор болып, әрбір ісінде еркелетіп көңілін табуға тырысты. Кешкісін екеуі дастархан басында отырып әңгімелесетін Арман оның сабақтары, Арманы болашағы жайлы сұрайтын. Дана, сенің оқуыңды жалғастыруың керек. Арманыңды орындау үшін мен қолымнан келгеннің бәрін жасаймын дейтін ол. Бұл сөздер Дананың жүрегін жібітіп, оған деген сенімін арттыра түсті. Алғашқы қорқыныш пен жатсыну сезімі азайып, орнына сабыр мен сенім келе бастады, алайда қалада бұл жаңалықты естіген Даниярдың жан дүниесі өртенді. Ол Дананың басқаға тұрмысқа шыққанын білгенде, жүрегі қақ айырылғандай болды. Қанша қоңырау шалып, хабарласқысы келсе де, Дана жауап бермеді, неге маған бір ауыз сөз айтпады деп өз-өзіне сыбырлады ол. Егер шынымен сүймесе, неге көздері менен жалтарушы еді? Осы сәттен бастап Даниярдың жүрегі тыныштық таппады. Ол Дана үшін күрескісі келді. Бірақ қыздың тағдыры қазір басқа қолда еді. Дана күннен күнге Арманға жақындай түсті. Үлкен кісінің сабырлы мінезі, қамқорлығы, жан жылулығы оған мүлде жаңа әсер сыйлады. Кейде ол Арманның әңгімесін тыңдап отырып, өзінің әкесіндей көріп кететін. Бірақ кейде әйел ретінде де жүрегінің бір түкпірінде нәзік жылылық пайда болып жатқанын сезетін. Бір күні Арман кешкісін Дананы ауыл шетіндегі өзен жағасына алып барды. Ай сәулесі судың бетіне төгіліп, айнала әдемі көрініске бөленген. Дана, деді ол, менің өмірім сен келгеннен кейін өзгерді. Бұрын жалғыздықтан қатайып кеткен жүрегімде қазір жылулық бар. Сен мені қайта тірілттің. Дана үнсіз қалды. Ол Арманның сөзінен шынайылықты сезді. Өмір бойы жалғыздықпен күрескен адамның жан сырын түсініп, іштей аяп кетті. Осы сәтте ол мүмкін, бақыт деген жастың ұқсастығында емес, жүректердің үйлесімінде шығар деп ойлады. Бірақ Дана Даниярды да ұмытқан жоқ. Кейде оның жанарына, күлкісіне, сабақтан кейінгі ұзақ әңгімелеріне сағынышпен оралатын. Бірақ енді ол өткен шаққа айналды. Ал Данияр болса, жатақханада іштей арпалысып жүрді. Қолына телефон алып, Дананың нөмірін тергенімен қоңырау шалуға батылы бармады. Әр сәт сайын егер ол шынымен бақытты болса, мен неге кедергі боламын? Бірақ егер бақытсыз болса ше? Деп қиналды. Осылайша екі жүрек екі бөлік өмір сүріп жатты. Бірі жаңа өмірге бейімделіп, жүрегі өзгеше сезімге бой алдырып жүрген Дана. Екіншісі жүрегін жоғалтып, үміті мен арманын жоғалтқан Данияр. Неке қидырғаннан бері Дана мен Арманның арасында терең сыйластық орнағанымен, екеуі әлі бір-біріне толық ашыла қоймаған еді. Арман Дананың жастығын, қорқынышын түсініп, оған уақыт берді. Ол ешқашан асықтырмады, ешқашан мәжбүрлемеді. Кештердің бірінде, күздің қоңыр салқыны үйдің ішіне жайлы жылулық сыйлап тұрғанда, Арман Дананың жанына келіп, қолынан ұстады. Дана, сен мен үшін тағдырдың сыйысың. Бірақ сен дайын болмайынша ештеңе етпеймін. Мені жүрегің қабылдаса ғана менің қасымда бол, деді. Осы сөз Дананың жан дүниесін аударды. Өмірінде алғаш рет өзін әйел ретінде құрметтеп, нәзіктігін бағалайтын жанды көргендей болды. Бұрын Арманды жасы үлкен, басқа әлемнің адамы деп ойласа, қазір оған жүрегі езіліп, жан жылуы бөленді. Сол түні ол алғаш рет Арманның қолынан өзі қысып ұстап, мойнын иығына қойды. Жүрегі дүрсілдеп, қыз болып қысылғанымен, іштей бір шешімге келген еді. Арман, мен саған сенемін, деді, ақырын ғана. Бұл сөз Арманға қанат бітірді. Ол Дананы нәзік қана құшағына алып, әр қадамын сабырмен жасады. Қыздың жас екенін, алғашқы рет екенін түсініп, асықпай оның сенімін жоғалтпай,
барынша мейіріммен қарады. Сол түні Дана пәктігін Арманға сыйлады. Көптен бері жүрегінде қорқыныш пен күмән болғанымен, ол мейірімділіктің, қамқорлықтың, шынайы сезімнің құдіретін алғаш рет сезінді. Таң атқанда Арман Дананың маңдайынан сүйіп, мен сені бақытты етемін деді сенімді дауыспен. Ал Дана болса, алғаш рет өзін осы адамның қасында қауіпсіз сезінді. Жүрегі мейірімге толып, иә, менің бақытым осында екен деп ойлады. Осы күннен кейін Дана Арманға мүлде басқа көзқараспен қарай бастады. Бұрынғы жасқаншақ сезімнің орнына енді нәзік іңкәрлік, әйелдік махаббат оянды. Ол Арманды тек күйеу емес, жүрегінің қалауы ретінде қабылдай бастады. Күн сайын онымен әңгімелесіп, күлкісін тыңдаған сайын Арманның жас емес, жүрегінің кеңдігі, өмірге деген даналығы, қамқорлығы маңыздырақ көрінді. Бір күні екеуі бірге қалаға барып қайтты. Арман оған ұялы телефон, әдемі көйлек сыйлады. Бірақ Дана үшін ең қымбаты оның қолынан ұстап, әр қадамын қорғап жүргені еді. Қайтып келе жатып, көлікте Дана Арманның иығына басын қойып, Арман, мен сені сүйемін деді күбірлеп. Арман тоқтай қалып оған қарады. Көзінде жаста, қуанышта бар еді. Айтқаның рас па, Дана деді даусы дірілдеп. Иә, мен шын жүрегіммен сені сүйіп қалдым. Бұл сөз Арман үшін бүкіл өмірінің ең үлкен сыйындай болды. Ол қыздың қасына еңкейіп қолынан сүйді. Осы сәттен бастап олардың қарым-қатынасы бұрынғыдан да мықты бола түсті. Арман өз өмірінде алғаш рет шынайы сүйіспеншілікке қол жеткізгенін түсінді. Ал Дана болса, жүрегінің таңдауы дұрыс екенін іштей сезінді. Дана мен Арманның өмірі алғашқы күннен ақ өзгеше өрнекпен басталды. Екеуі бір-біріне сүйеніп, бір-бірінің жанынан жылулық тапты. Бірақ ауыл арасында әңгіме де көп еді. Әсіресе әйелдер жағы 20-дан енді асқан жас қыз 30 жас үлкен еркекке тиді ғой деп бастарын шайқаса, қыздың бағы шығар, байлығы бар, үйі бар, ертеңгі күні ештеңеге зәру болмайды деп қоштағандар да болды. Дананың құлағына кейде сол әңгімелер жететін, алғашында көңіліне алып іштей қиналатын. Бірақ Арман оған сабырмен қарап дем беретін. Дана, халық әрқашан айтады, біз олардың сөзімен өмір сүре алмаймыз. Біздің бақытымызды өзіміз ғана жасаймыз дейтін. Бұл сөздер қызға дем берді. Ол бірте-бірте сыртқы сөздерге мән бермей, тек Арманның қасында өзін еркін сезіне бастады. Кешкісін екеуі от жағып, қазан көтеріп, ауыл өмірінің тынысымен бірге тыныстайтын. Арман кейде өткен күндерін, жастық шағын әңгімелеп беретін. Дана оның өмір жолына қызығып тыңдайтын. Мен осы адамның тәжірибесінен үйренемін, жанында өсемін деген оймен іштей қуаттанатын. Алайда ауыл арасында Арманды қызғанатын ер адамдар да жоқ емес еді. Бірі қыз болса жас, сұлу. Оған жас жігіт керек еді ғой. Арман қыздың өмірін қиып алды десе, енді бірі қыздың да таңдауы бар. Көрдіңдер ме, өзі көнген деп ақтады. Сол әңгімелерді ауыл көшесінде естіген сайын Дана бір сәт ойланып қалатын. Бірақ кешкісін Арманның жылы құшағына кіргенде бәрін ұмытатын. Ол үшін ең бастысы жүрегінің тыныштығы еді. Бұл кезде қалада Даниярдың өмірі күрделене түсті. Дананың басқаға тұрмысқа шыққанын білгеннен кейін, оның көңіл күйі түсіп, сабақтарына да ықыласы азайды. Күндіздері аудиторияда отырса да ойы басқа жақта. Қолына қалам ұстап отырып, дәптер бетіне қайта-қайта Дана деп жазып қоятын. Әр студенттің күлкісі оған бос естіліп, жүрегінде бір ғана бос орын қалғандай еді. Достары да оның өзгергенін байқады. Данияр, саған не болды? Бұрын жарқырап жүретін ең ғой десті. Ол болса жай ғана ештеңе, бәрі жақсы деп қысқа қайыратын. Алайда іштей қиналысы тоқтаған жоқ. Ол Дананың нөміріне бірнеше рет хабарласуға тырысты, бірақ қыз телефон көтермеді.
Осыдан кейін ол менімен сөйлескісі келмейді демек, оны Арман шын бақытты етіп жүр деп ойлап одан сайын тұнжырай түсті. Ал бұл уақытта Дана Арманға шын ғашық болып, өмірдің жаңа қырын ашып жатты. Ол еркектің мейірімін сезініп, жүрегінің нәзіктігін әр сәтте байқап отырды. Күн өткен сайын Арманға деген сезімі тереңдеп, оны шын сүйетінін ұғынды. Бір күні таңертең екеуі шай ішіп отырғанда, Дана күлімдеп Арманға қарады. Арман, сен менің тағдырымсың, бұрын қорқып едім, енді жүрегім тыныш. Мен сені таңдағаныма еш өкінбеймін деді. Арман қыздың көзіне ұзақ қарап қолынан ұстады. Бұл сөзді есту мен үшін бүкіл өмірімдегі ең үлкен бақыт деді, даусы дірілдеп. Осы сәтте екеуінің жүрегі бір арнаға тоғысты. Дана өзін бұрынғыдан да еркін сезінді, ал Арман үшін өмірінің жаңа мағынасы басталғандай болды. Бірақ олардың бақытын сырттағы сыбыр, ауылдың әңгімесі және ең бастысы, қалада жүрген Даниярдың жүрек қиналысы бұлттай бүркеп келе жатқан еді. Дана мен Арманның отбасылық өмірі бірте-бірте реттеліп келе жатқан. Үй ішінде бір-біріне деген сыйластықта, сүйіспеншілікте артып жатты. Бірақ дәл осы кезде сырттан төнген қауіп екеуінің бақытын көлегейлей бастады. Қалада жүріп, Дананы ұмыта алмаған Данияр ақыры ауылға жол тартты. Ол көп ойланды, мүмкін бармай қояйын, оның өміріне кедергі болмайын, бірақ бір рет болсын көзін көрмей, қалай тыныштық табамын деп өзін іштей жегідей жеді. Ауылға кірген сәтте оның жүрегі дүрсілдеп, көзіне ескі таныс көшелер, мектеп, ауыл дүкені түсе берді. Бірақ ең бастысы Дананың тұрған үйі. Ол кешкісін Арманның үйінің жанынан өтіп бара жатып терезеден сығалады. Іште жарық жанып тұр. Дана дастархан басында отыр екен, жанында Арман. Қыздың жүзі жайнап, күлкісі әдемі естілді. Даниярдың жүрегі сол сәтте қан жылағандай болды. Ол өзіне өзі, ол бақытты. Бірақ менің жүрегім неге тынышталмайды деп сыбырлады. Көп ұзамай ол Данамен жеке сөйлескісі келді. Кешкісін ауыл шетіндегі дүкенге Дана келгенде, сыртта күтіп тұрған Даниярды көріп, селк ете қалды. Сен, деді қыздың даусы дірілдеп. Иә, мен. Бір рет болсын сені көргім келді, Дана, деді Данияр көзіне жас алып. Қыз үнсіз қалды. Ішінде сан түрлі сезім ойнады. Өткен күндердің естелігі, Даниярға деген жасырын сағыныш. Бірақ қазір ол басқа адамның жары еді. Кешір, деді ақырын ғана Дана, мен енді басқа өмірдемін. Даниярдың жүрегі қарс айырылды. Бірақ ол бұл әңгімеден бас тартпайтынын сезді. Сол түні Арман Дананың көзіндегі өзгерісті байқады. Қыз үнсіз отырды, ойы бөлек. Әдетте шат көңілді, мейірімге толы Дана кенет салмақты болып кеткен еді. Дана, саған бірдеңе болды ма деп сұрады. Арман, жоқ, бәрі жақсы деп қысқа қайырды ол. Бірақ Арман сезімтал еді, жасы үлкен болса да, әйел жүрегінің нәзік қимылын жақсы аңғаратын. Бұл үнсіздіктің артында бір сыр бар деп ойлады ол. Келесі күні ауылдың бір баласы әңгіме арасында, кеше кешкісін Дана апай дүкеннен шыққанда қасында бір жігітпен сөйлесіп тұр екен деп қалғаны Арманның құлағына жетті. Осы сөз оның жүрегін мұздай қылды. Ол Дананы қатты жақсы көретін, бірақ қыздың жастығын, бұрынғы өмірін ұмытпағанын да түсінетін. Кешкісін Арман Дананың жанына келіп, байсалды үнмен сөйледі. Дана, мен саған сенемін. Бірақ айта қойшы, кеше сенімен сөйлескен жігіт кім еді? Дана жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеп кетті. Ол шындықты айтуы керек екенін түсінді. Ол менің бұрынғы курстасым, деді Данияр. Арман ұзақ үнсіз қалды. Жүрегін қызғаныштың, қорқыныштың, алаңдаушылықтың мың түрлі сезімі шарпып өтті. Бірақ ол өзін ұстап, сабырмен жауап берді. Дана, менің жалғыз тілегім бар. Маған адал бол. Өткеніңді құрметтеймін. Бірақ қазір сен менің жарымсың. Бұл сөз Дананың жүрегін елжіретті.
Ол Арманның қолын ұстап, Арман, сен менің жүрегімсің. Енді ешқашан сенен алыстамаймын деді көз жасын тыя алмай. Алайда Даниярдың ауылға келгені, Данамен сөйлескені Арманның көкейінде күдік ұялатты. Оның жанында бақыт тапқанымен сырттағы қауіп әлі сейілген жоқ еді. Данияр ауылдан кетуге асықпады. Ішінде бір ғана арман бар еді, Данамен тағы да сөйлесу. Ол қыздың жанарына бір рет қараса, жүрегі тынышталатындай сезінді. Бір күні түстен кейін Дана ауыл сыртындағы құдыққа су алуға шықты. Сол жерде Данияр тағы да алдынан шықты. Дана, деді ол дауысы дірілдеп. Бір рет қана шындықты айтшы. Сен Арманды шынымен сүйесің бе? Дананың жүрегі селк етті. Бірақ ол көзін төмен салып, сабырмен жауап берді. Иә, Данияр. Мен Арманды сүйемін. Ол менің тағдырым. Бұл сөз Даниярдың жанына найзадай қадалды. Ол қыздың жүзінен өтірік іздеді, бірақ Дана шын айтқан еді. Оның жанарынан сенім мен сабыр көрінді. Сонда біздегі естеліктер бәрі ұмыт болды ма? Деді жігіт үмітсіз үнмен. Олар өткен шақ, деді Дана, бірақ мен өткенмен өмір сүрмеймін. Сол сәтте Арманның көлігі алыстан көрінді. Дана құдықтағы шелекті көтеріп, асыға үйіне қарай жүріп кетті. Ал Данияр болса орнында мелшиіп қала берді. Көліктен түскен Арман қыздың түрінен бір нәрсе сезді, бірақ ол үндемеді. Ішіндегі қызғаныш оты өрши түскен еді. Кешкісін үйге келген соң Арман үнсіз отырып қалды. Дана оның көзқарасын байқап, жүрегі алаңдады. Ақыры Арман ауыр күрсініп сөз бастады. Дана, мен сені қатты жақсы көремін. Бірақ соңғы күндері жүрегім тыныш емес. Сені менен тартып алғысы келетін біреу бар сияқты. Дана көз жасын тыя алмай, Арман, сен мені жоғалтамын деп ойлама. Сен менің жүрегімді жаулап алдың. Данияр өткен. Ол маған тек жастық естелігіндей ғана. Бірақ сен менің бүгінімде, ертеңімде, деді. Арман қыздың қолын қысып көзіне сүйді. Бірақ іштей күдігі сейілген жоқ. Ол Даниярдың әлі де жақын маңда жүргенін сезді. Осыдан кейін Арман Дананы көзінен таса қылмауға тырысты. Бірге базарға барса да, қасына ертіп жүрді. Тіпті ауыл ішіндегі сөздерге де мән бермей, тек өзіне сендіруге тырысты. Ал Данияр болса, қиналып жүрсе де, жүрегін тоқтата алмады. Ол іштей, Дана менің бірінші махаббатым. Мен оны ұмыта алмаймын деп түн ортасында да қыздың үйінің маңында жүретінді шығарды. Осылайша үш жүректің арасында көзге көрінбес қақтығыс басталды. Арман қызғаныш пен қорқыныштан жаны тыныш таппай жүр. Дана адалдығын дәлелдегісі келеді, бірақ өткеннің елесі мазалай береді. Данияр өткен сезімнің шырмауынан шыға алмай күрескісі келеді. Бақыт пен қайғының арасындағы нәзік көпірдің үстінде тұрғандай еді. Олар Данияр ауылда жүргеніне бірнеше күн болса да кеткісі келмеді. Ішкі жүрегі Дананы бір көруге асықты, бірақ әр кездескен сайын жүрегі қақ айырылып бара жатқанын сезді. Бір күні ол ауыл сыртындағы қыратта отырып, Дананы алыстан көрді. Қыз жүгін арқалап, базардан қайтып келе жатыр екен. Қасында Арман жоқ. Данияр жүрегі дүрсілдеп, алдына шықты. Дана, деді ол демігіп. Соңғы рет сөйлесейікші, осы жүрегімді бір жола тыныштандырайын. Дана тоқтап қалды. Ішінде түрлі сезім арпалысты. Ол Арманға адал екенін білсе де, өткеннің елесін көргендей жүрегі әлденеге қысты. Данияр, не айтқың келеді, деді ол салмақпен. Жігіт көзінен жас ыршып, мен сені ұмытпаймын. Дана, сен менің алғашқы махаббатымсың. Арманға тұрмысқа шыққаныңды білемін. Бірақ сенің көзіңде әлі де мені іздейтін жылылық бар сияқты. Дана басын шайқады. Жоқ, Данияр. Ол сенің елесің ғана. Мен Арманды шын сүйемін. Бұл сөз жігітті одан сайын күйдірді.
Ол кенеттен қыздың қолынан ұстап, сыбырлап, онда маған бір рет соңғы мүмкіндік бер. Кетіп бара жатырмын, бірақ кетпес бұрын сенің шын жүрегіңді білгім келеді деді. Дана қолын тартып алды. Бірақ оның көзіндегі жас, үніндегі шынайылық қыздың жүрегін ауыртты. Сол сәтте алыстан Арманның көлігі көрінді. Дана асыға бұрылып, үйіне қарай жүрді. Данияр болса, сол орында қасқайып тұрып қалды. Көліктен түскен Арман Дананың түрінен бірден бәрін ұқты. Оның көзіндегі алаң, жүрегіндегі діріл бәрін ашып тұрды. Үйге кірген соң Арман үнсіз жүрді. Дана бірдеңе айтқысы келді, бірақ күйеуінің көзіндегі мұздай жанардан сескенді. Ақыры Арман ауыр үнмен сөйледі. Дана, сен менен бірдеңе жасырып жүрсің. Кім еді ол? Неге үнемі сенің жаныңнан табыла береді? Дана көз жасын тие алмай, Арман, сен мені дұрыс түсін. Ол менің өткенім. Данияр менен айырылғысы келмейді. Бірақ сен үшін, біздің бақыт үшін мен бәріне нүкте қойдым деді. Арманның жүрегі бір сәтке тынышталды, бірақ іштей қызғанышын баса алмады. Ол Дананың әр сөзін шын көрсе де, жастықпен алғашқы махаббаттың құдіретін түсінетін жүрек өткенді ұмыта ала ма деген ой мазалады. Түнде ол Дананың жанында жатса да, ойы сансаққа жүгірді. Қызды құшағына алып тұрып, сен меніксің. Ешкімге бермеймін деді сыбырлап. Дана оның құшағында қалтырап жатты. Ол Арманның сөзінен шексіз махаббатты да, терең қорқынышты да сезді. Ал дәл сол түні ауыл шетінде жалғыз отырған Данияр көз жасына ерік беріп, соңғы рет тырысамын. Егер ол маған оралмаса, онда мүлде жоғаламын деп ант етті. Осылайша үш жүректің тағдыры бір-біріне байланған жіптей шиеленісе түсті. Данияр бірнеше күн бойы өзін қинап жүрді. Дананың әр сөзі құлағында жаңғырып, жанын жегідей жеді. Мен Арманды сүйемін деген сөзін жүрегі қабылдағысы келмеді. Ол болса, қыздың көзіндегі жас пен дірілді ұмытпай қойды. Сол бір кеште ол достарына барып, ішіндегі сырды ақтарды. Бірақ ешкім оны тоқтата алмады. Мен соңғы рет тәуекел етемін деді. Данияр, Дананы алып кетемін. Егер ол маған ермесе, онда мүлде жоғаламын. Достары таңырқап қарады. Бұл ақымақтық. Ол қазір біреудің әйелі ғой деді бірі. Бірақ Данияр тыңдамады. Өйткені жүрегін құмарлық билеген еді. Келесі күні кешкісін Арман қалаға жұмысымен кеткенде, Дана аулаға шығып жүрген. Қыз аспандағы жұлдыздарға қарап, болашағын ойлап отырды. Арманға деген махаббаты жүрегінде нығая түскен, бірақ Даниярдың соңғы кездегі көзқарасы тыныштық бермейтін. Сол сәтте кенет артынан біреу келіп, қолын қапсыра ұстады. Дана, мен сені ешкімге бермеймін, деді Даниярдың қапалы дауысы. Қыз шошып кетті. Данияр, қойшы, есіңді жи деп қарсылық көрсетті. Бірақ жігіт оны тартып әкетпек болды. Дананың жүрегі атқақтап, қорқыныш пен ашу араласқан даусымен айғайлады. Арман, құтқаршы! Осы кезде қақпадан Арманның көлігі кіріп келді. Ол бәрін көзімен көріп, жүрегі төзбей кетті. Көліктен секіріп түскен Арманның көзі қанға толғандай болды. Ол бірден Даниярды итеріп жіберіп, Дананы артына жасырды. Не істеп тұрсың, ақымақ, деді Арман гүретіп. Данияр болса, жанарынан жас пен ашу араласқан бір түрлі жалын көрінді. Ол менікі болуы керек еді, сен оны тартып алдың деп айғайлады. Арман жұдырығын түйіп оның үстіне ұмтылды. Екеуі аулада төбелесіп қалды. Қатты айқас болды. Дана жылап, жоқ, тоқтатыңдар деп шырылдады. Бірақ екі еркек құлақ асар емес. Арман бар күшін салып, Даниярды жерге құлатты. Оның кеудесіне отырып алып, ашумен, егер тағы да әйеліме жоласаң, тірідей көміп кетемін деді.
Данияр болса ентігіп жатып көзінен жас ақты. Сен түсінбейсің, Арман, мен оны шын сүйемін, деді қырылдап. Арман бір сәт үнсіз қалды. Ол да бір кездері үлкен махаббат үшін талай тәуекелге барғанын ойлады. Бірақ қазір Дананың жанары бәрін шешті. Ол Даниярға емес, тек өзіне, Арманға қарап тұрды. Арман жұдырығын босатып ауыр күрсінді. Сүйсең де кеш, Данияр. Ол менің әйелім. Бізді ешкім бөле алмайды, деді де, Дананың қолын қысып, үйге алып кірді. Ал Данияр жерге сұлқылап жатып, аспанға қарап үнсіз қалды. Оның жүрегі тілім-тілім болды. Ол осы ауылда қала алмайтынын сезді. Түн тыныш еді. Бірақ ауылдың бір шетінде бір жігіттің жан дауылы түнді қақ айырғандай мазасыз болды. Ол Данияр бірнеше күннен бері болған оқиғадан кейін ол ауылда бір сәтке де қала алмайтынын түсінді. Әр көшенің бұрышы, әр жолдың иіні оған Дананың күлкісін, көз жасын еске салатын. Сол түні ол үйіндегі заттарын жинады. Шешесіне қарап үнсіз құшақтап, ана, мен кетемін. Бұл ауыл маған тыныштық бермейді, деді. Шешесі жүрегі езіле жылап, баламай, жүрегіңді отқа орағансың. Махаббат деген біреуді тартып алу емес, соның бақытына дұға ету, деді. Данияр анасының сөзін жүрекке түйді. Бірақ өз жанын жұбата алмады. Таң қылаң бергенде ол ауылдың шетіне шықты. Қолында кішкентай сөмкесі ғана бар. Соңғы рет артына бұрылып қарады. Алыстан биік ағаштардың арасынан Дананың үйі көрінді. Оның жүрегін бір тәтті де ащы мұң қарып өтті. Бақытты бол, Дана, деп сыбырлады. Осылайша Данияр ауылды тастап, үлкен қалаға бет алды. Данияр кеткеннен кейін ауылға тыныштық орнады. Бірақ Дананың жүрегінде біразға дейін алаң болды. Ол Арманға қарап отырып кейде ойға шомып кететін. Бірақ Арманның қамқорлығы, адалдығы, шексіз махаббаты біртіндеп жан жарасын жазды. Бір кеште екеуі ауыл сыртындағы тоғайға серуендеуге шықты. Ай сәулесі даланы күмістей қылып жарқыратып тұрды. Арман Дананың қолынан ұстап, сенің көз жасыңды көрген сайын жүрегім ауырады, бірақ сен менің жанымдасың, енді ештеңеден қорықпа, деді. Дана күлімсіреп оның иығына басын қойды. Мен кейде әлсіз боламын, Арман. Бірақ сенің махаббатыңнан күш аламын, сен менің тағдырымсың, деді сыбырлап. Сол түні алғаш рет Дана өзін Арманның ғана жары емес, өмірлік серігі екенін анық сезінді. Олардың жүректерін бір-біріне мықтап байлаған тағы бір қуанышты сәтте жақын еді. Бірнеше аптадан кейін Дана өзінің жүкті екенін білді. Ол жаңалықты естіген Арманның қуанышында шек болмады. Бұл біздің махаббатымыздың дәлелі, деп ол Дананы құшақтап, көз жасына ерік берді. Дананың жүкті екені белгілі болған күннен бастап Арманның көзінде жаңа бір сәуле пайда болды. Ол таңертеңнен кешке дейін Дананы айналшықтап, бір қадам қалдырмай жүрді. Көзіңді көтерме, ауыр затты ұстама, суықтап қалма, деп әр қимылын аңдып отыратын. Басында Дана күліп жүрді, кейіннен мұның бәрі оның жүрегін жылытты. Өйткені Арман шынымен де оның әрбір тынысын, әрбір жүрек қағысын уайымдап жүрді. Түнде екеуі төсекте жатқанда Арман Дананың ішіне қолын қойып, бұл біздің үмітіміз, болашағымыз. Қыз болса сен сияқты әдемі болсын, ол болса сенің жүрегіңдей кең болсын, деді. Дана көзінен жас шығарып, сенен осындай сөздерді есту мен үшін ең үлкен бақыт, деді сыбырлап. Осылайша Дананың жүрегінде аналық сезім бір жарып, Арманға деген махаббаты бұрынғыдан да арта түсті. Ал бұл уақытта Данияр қалада жаңа өмір бастауға тырысты. Ол жұмысқа кіріп, өзін жұмыспен алдамақ болды. Бірақ күн сайын кешкісін жалғыз бөлмесінде отырғанда ойы ауылға кететін. Дана қазір қалай жүр екен? Ол бақытты ма? Әлде мені еске ала ма? Кейде телефонын қолына алып хабарласқысы келетін.
Бірақ өзі тоқтатып жоқ, ол енді басқа біреудің жары. Мен оның тыныштығын бұза алмаймын деп сыбырлайтын. Бір күні жұмысынан шаршап келіп, терезе алдына отырды. Аспандағы жұлдыздарға қарап, егер ол бақытты болса, мен де тыныштық табармын деді. Даниярдың жүрегі ауырса да, ол өзін жеңуге тырысты. Оның жүрегі енді тек алыстан тілекші бола алатынын түсінді. Күздің алғашқы күндері еді. Аспан шайдай ашық, ауыл үстін алтын түске бояған жапырақтар қалықтап тұрды. Дана айы күні жетіп, әрбір сәтін толқумен күтіп жүрген. Арман болса тіпті бұрынғысынан да мазасыз. Күндіз түні жанында жүріп, бір жерің ауырмай ма, жүрегің қысылмай ма деп қайта-қайта сұрай беретін. Дана оның қамқорлығына еркелеп күлімсіреп қоятын. Жоқ, бәрі жақсы, сенің алақаныңды сезінген сайын өзімді қауіпсіз сезінемін дейтін. Сол түнде кенеттен толғақ басталды. Дана ішін басып, ауырсынып отырғанда Арманның өңі қуқылданып кетті. Дәрігерге жылдам деп жанұшыра ауыл емханасына жеткізді. Сағаттар тізбегіндей ұзақ көрінген босану сәтінде, Арман есік алдында ары-бері жүріп, алақанын жұдырықтап қоя берді. Құдайым, жан-жарымды аман сақта. Екеуін де сақта. Деп жалбарына берді. Таң ата сәбидің дауысы естілгенде Арман көзіне еріксіз жас алды. Дәрігер қолына кішкентай періштесін ұстатқанда, ол дірілдеп тұрып сәбиінің бетін сүйді. Қыз сенің қызың деді дәрігер жымиып. Арман жылап тұрып, бұл менің әлемімнің ең әдемі күні деді. Дананы көргенде көзінен мейірім ақтарылып, қасына отыра қалып, рахмет, жаным, біз енді шын мәнінде толық отбасымыз деп қуанды. Уақыт сырғып, айлар өтті. Дана мен Арманның шаңырағы күлкіге толды. Кішкентай қыздарының әрбір қылығы екеуінің жүрегіне шаттық сыйлайтын. Бір күні ауылға алыстан хат келді. Ол Даниярдан еді. Дана, мен сенің бақытты екеніңді білемін, бұл жүрегіме ауыр болса да соған қуанып жүрмін. Мені кешір. Енді сендерді мазаламаймын. Әрқашан дұғадамын. Хатты оқылған Дана үнсіз қалды, көзіне жас үйіріліп терезеден аспанға қарады. Өткеннің елесі тағы бір рет жанын ауыртты. Бірақ ол қасында баласын ойнатып отырған Арманға көз тастап, жүрегі тынышталды. Өткенді еске алудың қажеті жоқ деді ол іштей, менің бақытым қасымда. Арман келіп, Дананың иығына қолын қойып, неге жылап тұрсың? Жоқ, жылағаным емес, қуаныштан толқып кеттім деді Дана күлімсіреп. Арман оны бауырына басып, қызын құшағына қысты. Осы сәтте үш жүректің бірлігіндей отбасы толық бақытты күй кешті. Алыстағы қалада Данияр да жаңа өмірге қадам басты. Ол өткенін жүрегіне түйіп, болашаққа үмітпен қарады. Өйткені шын махаббат деген кейде қасына алып қалу емес, алыстан бақытына тілекші болу екенін ол кеш түсінді. Ал ауылда ай сәулесі астында Арман, Дана және кішкентай қызы бір-біріне сүйеніп, болашаққа сеніммен қарады. Олардың тағдыры күресіп жүріп табылған шынайы махаббаттың мәңгілік тарихына айналды. Әңгіменің соңы